Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бисмилла деп бүгінгі арайлап атқан ақ таңды тағда мен сіздермен таңда ерте тұрыңыздар деген ұранмен бастағым келіп отыр. Мен айттым кеше сіздерге, кешеден бастап мен таңда ерте тұрып бастадым. Жалпы негізі былай да таңда ерте тұратым, бірақ жүйелі түрде таңғысын тұруды мен қолға алдым. Сондықтан мен сіздерге таңертең ерте тұрудың соншалықты құдіретті екенін, соншалықты бір керемет қасиетке, соншалықты бір берекетке таңның толы екендігін тағы да айтқым келеді. Таңғы уақыттың, таңғы жаңағы хикметтің, таңғы нұрдың прям адам денесіне, адамның рухани бойына, адамның энергиясына, күш қуатына әсер ететіндігін тағы да өз көзіммен көрдім. Сондықтан мен сіздерге айтқан болар едім, неважно қандай жағдайдасыз, жағдайыңызды жақсы жаққа өзгерткіңіз келсе, денсаулығыңызды, көңіл күйіңізді, эмоцияңызды, жалпы кез келген дүниеңізді өзгерткіңіз келсе, тұрыңызшы, таңда тұрыңызшы, таңда тұрып бастаңызшы. Ол үшін сізге ақша да ештеңе де керек емес қой. Бірақ заты сол ақшалы өмірге, жақсы өмірге жетуіңіз үшін өзіңіздің ішкі діліңізбен руханиятыңызды оятыңызшы. Таң ойлаңызшы, әлем мүлгіген тыныштықта жатқанда сіз ғана жеңімпаздың қатарында болып, өзіңізді жеңіп таңда тұрып, Алла тағаланың таңғы уақытта несібені таратам дегені бар. Несібені шашып жатқан уақытта құр қалмаңызшы. Кранды ашып қалғанда кім алдында бірінші тұрады? Сол соншалықты дүниені көбірек алады ғой. Сол сияқты Алла тағала кімге берейін деген кезде алдында сіз тұрсаңыз, нұрлы таңның алдында сіз жүрсеңіз, сіз өзіңізді дамытсаңыз, өзіңізге жаңа инвестиция құйсаңыз, таңғы уақыттың рахатын сезінсеңіз, шүкіршілік айтсаңыз, сізді жаратқан Алла тағаланың соншалықты мейірбан екенін, кәдімгі аспан мен жерді қалай ғажап қылып жаратып қойғанын тыныштықта тұрып, тап-таза миыңызбен, көзіңізбен көрген кезде, енді оған жететін, оны сондай әдемілікті тамашалаудан, сондай керемет таза энергиямен рахат алудан артық асқан бақыт жоқ екен. Мен өте көңіл күйім көтеріліп, бүгін соған тағы да куә болдым. Сондықтан мен сіздерге таңда тұрыңыздаршы дегім келеді. Таңғы ұйқыларыңызды қиыңыздаршы. Күні бойы, түні бойы шаршап жұмыс істеп, жаңағы ырзық несібені беретін, энергияны төгетін, тазалықты, руханиятымызды оятатын, өзімізге керемет мықты әсер алатын уақытты, керемет берекелі уақытты өткізіп алмайықшы. Одан да ерте жатыңызда, соны таңертең тұрып, таңертең ерте тұрып, өзіңізбен өзіңіз қалып, өзіңізге өзіңіз уақыт арнап, әлемнің ғажайыбын сезініп, оянған, таңның атқан, жаңағы әлемнің жарықтанып келе жатқан уақытынан, бастау алып жатқан уақыттан бастап сіз өміріңізді бастаңызшы. Керемет болады екен. Таңмен бірге таласып, таң атты ма, сіз де ісіңізді бастап кетіңізші. Сонда сіз үйлесім тапқан жаңағы ісіңізге береке бітеді екен дегім келеді. Сондықтан тағы айтам. Ешқашан кеш емес. Бүгін тұра алмадыңыз ба? Ертең тұрыңызшы. Ерте тұрыңыз, дұға тілеңіз. Өзіңізбен өзіңіз қалыңыз, билеңіз, жүріңіз, жүгіріңіз, күліңіз, ішкі эмоцияларыңызды шығарыңыз. Енді рас айтам, сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Керемет әсер. Таңның осыншалықты берекетті, таңның шапағатының осыншалықты қасиетке екендігін бұрын соңды сезінбеппін. Бұрыннан тұратынмын, бірақ бұлай осознанно дейді ғой, прям тереңінен түсініп, шынайы ниет қылмағандығымнан да шығар, тұрам жүрем, қадамдар жасап, үйге кіріп солай болатын. Қазір шын ниетіммен таңның бір шапағатын шашқан уақытта, Алланың ырзық несібет таратып жатқан уақыты ғой, осыдан құр қалмайыншы деген ниет қойғаннан кейін, менің бір ниетім де, менің таңды қабылдауым да бір басқаша болып кеткен сияқты.
сондықтан әлемде дейді қаншама адамдар болса, соның 3% адамдар ең умный, ең бай адамдар екен. Сол 3% бай адамдар ғана таңғысын ерте тұрады екен. Сонда бұның сыры неде? Өйткені таңғы рызық несібені таратып жатқан уақытта ұстап қалуларында, таңғы таза энергиямен сусындап алуларында, таңғысын елден ерек өзгелермен бұрын тұрып, өз уақыттарын өздерінде арнай алуында, өзін өзі тани алуында, өздерімен өздері жұмыс жасай алуында, өздеріне Алланың берген қаншалықты сыйы бар екенін таңды атырып тұрып, соның қандай ғажайып екендігін өз көздерімен көрулерінде екен. Таңғысын тып-тыныш уақытта прям құстардың үнінің өзі ерекше естіледі екен. Күннің шығуының өзі бір өзгеше екен. Сіз таң таласып жатқан кезде тұрсаңыз, ай батайын деп жатқан кезде бір басқа, получается, бір басқа әлемнен басқа әлемге өткен сияқты болады екенсіз. Бір сәттерден кейін жаңағы күн шығады шығыс жақтан, сіз тұрған уақытта ай батайын деп жатады. Бір бұлыңғыр сәт болады да, сәл-сәл уақыттан кейін көкжиектен, шығыстан сұлу, әдемі бір өте өзгеше бояумен көлгін, қызыл, жасыл, аралас көкжиектен сондай бір нұр шашқан сияқты болып көтеріліп барып, күн көтеріліп келе жатқан сұлулығын көрсеңіз, енді ол ешкім бояп қойған жоқ. Соншалықты табиғаттың сұлулығын, соншалықты Алланың құдіретін, Алланы тануға деген сіздің түсінігіңіз өте басқаша болады екен. Бір бұлыңғыр әлемнен, осы қазіргі сіздің болмай отырған әлеміңізден, жетпей жатқан жетістігіңізден жарқ етіп, жақсылыққа өткен есік сияқты болады екен. Сондықтан таңда тұрыңыздар, таң шапағатынан, таңның шапағынан құр қалмаңыздар деген